сондықтан достар, сіздерді мықты маман болып осындай бір кірпіш дүниеге кетігін тауып қалануларыңызға тілектеспін. Сіздердің алдарыңызда Қазаэронавигация Жамбыл филиалының аэродром ауданының диспетчері Құрышан Еркебұлан Әлібекұлы сөйледі. Құрметті оқушылар, осыдан 2 апта бұрын осы жерде кішкентай бір концерт өтті. 5 жасар қызым осы жерде өлең айтты да, ана жерде отырып алып, қызым баяндаған бәрі жақсы болды, маған қарап отырып айт деп жібердім да. Айтсам, шынымен де мынау сахна, түрлі адамдар, министерство деп түрлі маңызды кісілер отыр. Шынымен де кішкене қобалжи екенсің, кімге қарап айтсам болады? Енді сіздерді уайымдамай, кәдімгі шай, кофе ішіп отырған сияқты емін-еркін отыруларыңызды сұраймын. Себебі бір жолы мен кофе ішіп отырып, осы бір мектептің директорымен танысып қалдым да. Сөйтсем, авиацияның мүмкіндіктерін бәрін айтып отырсам, таңғалып отыр да. Қалай осының бәрін неге біз білмейміз, авиация біз үшін жұмбақ қой, жүрші біздің мектепке деп өзінің мектепінде, ауылда мектептің директоры сол жаққа алып кетіп шақырып, соны айтқызды да. Енді ауылдың мектептеріне барып, оны сағаттап айтып жүретінбіз. Ал енді бүгін қысқа ғана уақыттың ішінде өзіміздің мамандық жайында айтуға тура келіп тұр. Енді барынша Википедия сияқты анықтамалар бере салмай, барынша шынайы өзімізше жауап беруге тырысамын. Себебі біздің мамандық өте 99% қазақстандықтар білмейтін авиадиспетчер мамандығы. Мысалы, кім біледі, қолдарыңыз көтеріңіздерші? Авиадиспетчер мамандығы. Міне 100% білмейтін мына жерде. Және де біздің компания Қазаэронавигация деп аталады. Қазір енді сіздер үшін түсінікті болу үшін барын саламын, өздеріңіз бағалай жатарсыздар. Әуежайда осындай біздің ғимаратымыз болады, және анау диспетчерлік мұнара деп аталады. Біз соның ең үстінде тұрып, яғни ұшақтарды, әуедегі және жердегі ұшақтарды басқарып отырамыз. Авиадиспетчердің жұмысының маңыздылығын түсіндіре кету үшін қарапайым бір статистика беріп өтсем, мысалы мынау Flight Radar деген бағдарлама арқылы көрсеңіздер болады. Дәл қазір уақыттың әрбір сәтінде 10 ұшақ әуеде болады екен. Мысалы, дәл қазір әуеде 10 ұшақ бар екен да. Біреуі білесіздер, ұшақтар деген мыңмен жүреді. Ол кәдімгі жердегі көліктер сияқты кекетіп тоқтай салмайды. Оның әрқайсысында жүздеген жолаушылар отыр да. Енді осының барлығын бір-біріне қатысты, мынаның барлығын бір-біріне қатысты қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ол біздің Қазаэронавигация компаниясы және соның ішіндегі авиадиспетчер мен сияқты мамандар болып табылады. Келесі. Енді көбісі бізді шатастырып жатады. Сендер әуежайда анау құрметті жолаушылар деп айтып жатқан сендер ма дейді, болмаса жаңағы авиакомпаниясынан ма, билет қанша, жүк қанша деген сияқты бізді шатастырып жатады да. Енді кішкене ашықтап өтейін. Әуежай деген ол жалпы осы бүкіл инфрақұрылымды береді. Яғни ұшу-қону айлағын береді, өздеріңіз көретін терминалдар, сол жақтағы жолаушылармен, және де ұшақ қонғаннан кейінгі бүкіл жұмыстарды сол әуежай атқарады. Авиакомпаниялар болса, ол әр авиакомпания тек өзінің ұшақтарына жауап береді. Және билеттер сатылы, сосын жолаушылар ұшақтың ішіне кіргеннен кейін ары қарай авиакомпания айналысады деген сияқты түрлі. Ал біздің авиадиспетчерлер міне бағана айтқандай, мысалы екі ұшқыш отырып бір ұшақты басқаратын болса, бір диспетчер бірден бастап 10 шақты ұшақты басқарып отырады. Яғни бір-біріне қатысты қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қарапайым статистика бізде 23 жылы 450 мың рейске қызмет еткен екенбіз да. Яғни ол өзіміз қазақстандық авиакомпаниялар бар, шетелдік авиакомпаниялар бар деген сияқты. Соның барлығына, яғни біз авиадиспетчерлердің қызметі әртүрлі ұшақтардың бір әуежайдан екінші әуежайға аман-есен жетуін қамтамасыз етеміз. Яғни ең бірінші кезекте олардың соқтығысып қалмауы, ешқандай конфликтіге ұшырамай аман-есен жетуі. Одан кейінгі кезекте оларға уақыт үнемдеу, шығынды үнемдеу деген сияқты ол жағынан да көмектесеміз. Және де бізде осындай жұмысты атқаруда біз тек өзіміз ғана жасай алмасақ, егер біздегі инженерлеріміз болмаса. Себебі олар инженерлер біздің көзіміз, құлағымыз, аузымыз секілді да. Яғни біз анау көріп тұрғандай алдындағы радарларда біз ұшақтарды көріп отырамыз. Соны бізге инженерлік састап бізге соны құрастырып береді. Андай радио құрылғылар, микрофон сияқты тұр ғой, солар арқылы біз ұшақтарға жоғары, төмен, оң деген сияқты командалар беріп отырамыз. Және де авиацияда тағы да өте маңызды ол метео құрылымы болып табылады. Яғни метео ауа райын болжаушылар. Себебі ұшақ әуеде ауада ұшады. Және ол кезде әрбір ұшқыш, пилот, осы ұшпас бұрын біздегі метео қызметкерінің алдынан өтеді, батасын алып келеді деген сияқты болады. Сұрайды, қай жерде не болып жатыр, ол айтып береді, мына жерде түлкі бар деген сияқты айтып береді, мына жерде жаңбыр бар, мына жерде найзағай бар, мына жерде жел бар деген сияқты соның барлығын айтып, сол арқылы олар өздерінің
ұшақтар маршруттарын тұратын болады. Сонда қараңыздар, ұшудың да түрлі кезеңдері бар. Мысалы сіздер білмейсіздер, ұшақ жерде тұр, от алдыру үшін, яғни ұшақ от алдыру үшін бізден авиадиспетчерден рұқсат сұрайды. Орнынан қозғалу үшін бізден рұқсат сұрайды. Ұшу-қону айлағына шығу үшін, ұшу үшін, оңға солға барлығы біздің нұсқаулығымызбен, командамызбен жүзеге асырылады. Неге? Себебі ұшқыштар өзінің ұшағын өте жақсы білгенімен, олар жалпы жағдайды білмейді. Жаңағыдай мыңдаған, жүздеген, ондаған басқа да ұшақтардың қайсысы қайда келе жатыр деген сияқты сол жалпы жағдайды білмегендіктен біздің сол көмегімізге мұқтаж болып отыр. Қарапайым мысал, міне Тараздан Алматыға ұшақ ұшты дейік, өзі 50-ақ минут барлығы. Соның өзі біз 8 авиадиспетчер әрбір ұшақты міне біріміздің қолымызға беріп отырады екенбіз да. Мысалы Таразда от алғаннан бастап ұшақ ұшқанға дейін бір старт деген диспетчер болады. Одан кейін ұшқаннан кейін 150-ші эшелонға дейін, яғни 5 километрге дейін келесі подход диспетчерінің тарамағында болады. Одан кейін біз 5 километрден асқаннан кейін біз Шымкенттің диспетчеріне береміз. Шымкент оның аппаратта Алматының ең жоғарыдағы бөліктерді қарайтын диспетчеріне береді. Сол сияқты міне Алматыдан түседі подходқа, трубка, вышкаға және де жердегі старт диспетчеріне өтеді. Міне осы сияқты 8 диспетчерден өтеді екен. Біз сияқты Тараз сияқты кішілеу әуежайларда 1-2-3 диспетчер болса, Алматы, Астана, Шымкент үлкен әуежайларда, яғни ұшып қонулар өте көп кезде оларда әр секторды ауаны бөліп алады ғой шыққан кезде. Ауада өзіміздің секторларымыз бар, неше түрлі биіктікке байланысты деген сияқты, көріп тұрған сияқты әр секторға бөліп, әр диспетчер сол аумаққа ғана жауап береді. Неге? Себебі бір адамға көп жаңағыдай нагрузка, күш болып кетпес үшін осындай жұмыстар жасалып жатады. Енді жалпы авиадиспетчер кім екенін, қандай жұмыс атқаратынын шамамен түсінікті болды ма? Қолыңыз көтеріп. Рахмет. Енді авиадиспетчер болу үшін не істейміз? Келесі слайд. Авиадиспетчер болудың өте бұл Қазақстан бойынша, әлем бойынша десе де болады, ең престижді мамандықтардың бірі болып табылады. Бұл ең үздік жұмыс берушілер қатарына кіреді деп санайтын едім да. Себебі сіз қарапайым бізде бір тревогном деген мүмкіндік қой, үшеу біреуінде деген ше. Яғни сіз біздің іріктеуден конкурстан өтіп жатсаңыз, сізге не беріледі? Сізге 10-30-40 миллиондық грантты жеңіп аласыз. Яғни іріктеу болады, белгілі бір отбор дейді, не дейді, қалай түсіндіресіз. Сол отбордан өтсеңіздер, сіздерге грант жеңіп аласыздар. Неге ол соншалықты қымбат? Себебі біз толықтай өз мойнына алады. Оқуын, тұратын жерін, тамағын, жолын деген сияқты. Және де бір мүмкіндік грант, екінші мүмкіндік шетелде оқу мүмкіндігі. Бізде әр авиадиспетчерде жарты жыл, бір жыл шетелде оқыту болады. Яғни біреуі Алматыда болса, біреуі Англияда, біреуі Швецияда деген сияқты шетелдік әлемдік ең үздік оқу орындарында оқытады. Көрдіңіздер ме? Яғни сіз оқу барысының өзінде сіздерде шетелге шығу мүмкіндік болады. Және де үшінші мүмкіндік біз, яғни оны ғана беріп қоймай, гарантиямен өзімізге жұмысқа алады да. Себебі бағана айтып жатыр ғой, мыңдаған, 10-30-40 мың осы транспорт, авиация түрлі салаға жұмыскерлер жетіспей жатыр. Сондықтан да біздің қазір компаниясы жетпей отыр деп отыра бермейді. Авиация деген қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан да осылайша осындай бағдарлама арқылы өз біз сияқты авиадиспетчерлерін өздері оқытып алады. Ол жаңағы Алматыда бар, түрлі бағдарлама бар, Швецияда бар, Испанияда болды, Францияда болды, Германияда болды деген сияқты түрлі бағдарлама арқылы осындай мүмкіндік береді. Яғни ол оқудың өзінде осындай мүмкіндіктер бар. Кім бірден үлкен грант жеңгісі келеді, шетелде оқып келгісі жарты жыл, сосын гарантиямен, контрактымен жоғары жалақылы жұмысқа, қызықты жұмысқа кіргісі келеді. Қол көтерейік. Саналы, рахмет. Енді ол үшін, не істеу керек? Ол үшін қазірден бастап мектеп пәндері болсын, университетте жүрген кезде де құр өткізбей, көбіміз университеттерге бір түсіп алдық қой дегенімізде уақыт өткізіп аламыз, бірақ ол жерде де барынша, мысалы, авиацияда тіл білу керек, авиацияда коммуникация жақсы болу керек, авиацияда денсаулықты сақтау керек деген сияқты сол нәрселерді өзімізде дамытып жүргіміз керек. Келесі слайд. Яғни жаңа тревогном үшеу біреуінде деген мүмкіндік олайша оқу барысында ғана еді. Ал енді біздің жұмыстың да көптеген артықшылықтары бар. Міне артқа қойыңызшы. Мысалы біздің диспетчерде дәл осылай алдымызда түрлі мониторлар, біз әуежайда вышкада ең жоғары қабылдап отырып, бүкіл ситуацияны
жерлегіні де әуедегіні де осылай бақылап отырамыз. Келесі енді біздің жұмыстың өте көп артықшылықтары бар. Ол негізі бір мынандай презентацияға сыймайды. Біріншісі жоғарғы жалақы бәсекеге сай. Жоғарғы жалақы оны Қазақстандағы орташа жалақыдан әлдеқайда көп болып табылады. Және де біздің тұрақтылық пен сұраныс, тұрақтылық дегеніміз ол карантиннің кезінде әсіресе білінді. Мен сол кезде оқуды енді бітіріп жатқан кезім болды. Сол кезде көп жерлерде жұмыстар қысқарды, ыңғайсыздықтар туындап жатса, бізде бір адамда жұмыстан қысқартылмай, яғни сол карантиннің өзінде барлық жұмыс орындары сақталды. Және де қазіргі уақытта сұранысқа ие. Жыл сайын үлкейіп жатырмыз, болмаса біреу зейнетке шығады, біреу басқа болады деген сияқты, жыл сайын 50 адам, 100 адам деген сияқты біздің компания өздері оқытып жатады. Және бұл тек айтқандай Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде престижді мамандықтардың бірі болып табылады. Бұл әуежайдағы ең жалақысы көп, жұмысы былайша айтқанда жеңілдеу, басқамен салсам, бірақ жауапкершілігі жоғары болып табылады. Келесі бұл қызықты, маңызды және даму. Енді жаңа айтып отырмын, кішкентай кезімізде ұшақ көргенде бәрін сол авиацияға қатысты болғымыз келеді, ұшып көргіміз келді, саяхаттағымыз келді, соған бір қатысты болғымыз келді. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл өте қызықты жұмыстардың бірі, және де маңызды адамдардың өміріне жауапкершілік сияқты. Және де бізде әрдайым тұрақты даму, мысалы жыл сайын біздің денсаулығымыз тексеріліп тұрады, түрлі оқулар, ағылшын болсын, басқа болсын, түрлі сондай оқуларға өздері компания атынан Алматы, Астанаға, болмаса шетелдерге бізді жіберіп отырады. Яғни менің жұмысымның өзінде шетелге шығатын 6 түрлі бағдарлама бар екен да. Мысалы жақында ғана біздің авиадиспетчерлер әлемдік футболдан жарысқа барып келді. Оның өзі бір спорт сүйер қауымға толық тағы мүмкіндік. Яғни бүкіл әлемдік авиадиспетчерлермен ойнап, екінші орынды алып келді. Тағы да біздің дәл қазір бір группа Швецияда оқып жатыр. Мен кейін Instagram каналымда көрсеңіздер, осы қазақ тілінде авиация контенттер сөзде Швециядағы студенттің бір күні деген сияқты, Англияда оқып жатқан студенттерді, Алматыда оқып жатқан студенттер жайында, біздің жұмысымыз жайында өзі көбірек білсеңіздер болады. Яғни, және де келесі әлеуметтік жеңілдіктер. Әлеуметтік жеңілдіктер дегеніміз, яғни көп бізде, яғни біздің жұмыс өте маңызды болғандықтан, оған жыл сайын бізге санаторийға, шетелге шығуға, түрлі спорт залға, бассейнге деген сияқты көптеген жеңілдіктер, бонустар беріп отырады. Келесі слайд. Енді біздің компания жайында, Казар Навигация компаниясы, ол жайында толық білу үшін мынау ANS-TZ, яғни Казар Навигация деген кіріп көрсеңіздер болады. Толық ақпарат мамандық туралы барлығы жазылған. Келесі слайд. Мына жерде мен 20-шы жылдан бері осы Instagram каналда қазақ тілінде авиациялық контенттерді айтып жүремін. Суретке түсіріп алсаңыздар болады. Кейін осы жерде ары қарай түрлі қалай бортпроводник болуға болады, қалай ұшқыш болуға болады, қалай диспетчер болуға болады деген сияқты мүмкіндіктерді көрсеңіз болады. Келесі. Және де жақында ғана осы мамандықтың мәні деген бір кітапты кездестіріп қалдым да, басқа қызық деген кітаптың бәрін ысырып қойып, осыны оқуға көштім. Себебі әрбір ересек адамның 50% уақыты жұмыспен өтеді, яғни соны нені дұрыс жасадым, нені бұрыс жасап жүрмін деген сияқты осыны оқып бастадым. Және де ең бірінші кезекте бұл кітап маған сұрақ қоюды үйретті. Не үшін бұның мәнісі неде деген сияқты. Яғни сіздерде қазір авиация болсын, темір жол болсын, автожол болсын, түрлі мүмкіндіктер бар. Бұдан да басқа жүздеген мыңдаған мүмкіндіктер бар, бірақ сіз дәл қайсысына барасыз және де не үшін бару керек деген сияқты сұраққа жауап береді. Себебі байқайсыздар, көп жерде кітап оқитын болсаңыздар, YouTube видео көретін болсаңыздар, барлық жерде қалай деген сұраққа жауап береді да. Қалай пилот атанам, қалай бай боламын, қалай күшті сөйлеймін, қалай бүйтемін деген сияқты барлық қалай деген сұраққа жауап береді да. Ал мына кітапта не үшін деп сұрақ қойып жүреді, яғни оның мәнісі, мағынасы неде деген сияқты да. Яғни осы арқылы мен осы кітаппен мамандығымды байланыстырып айтып, кішкене қырсырмен көрсеттім. Мысалы, мен авиадиспетчер ретінде осы кітапты оқып өзімнің мамандығымның мәнін бір саралап алдым да. Яғни қараңыз, біз ең бірінші кезекте авиадиспетчер ретінде ұшақтарға қызмет етеміз, ұшақтарға, ұшақтың ішінде ұшқыштар бар, сіздер сияқты жолаушылар бар. Яғни біздің қызметіміз жолаушыларға, ұшқыштарға пайдамыз тигіземіз. Екінші кезекте келесі бізде тек қана жолаушылар рейсі ғана емес, бізде сан авиация деген болады. Яғни біреу ауру жолаушыны бір жерден бір жерге жеткізу. Біз де соған да үлесіміз қосамыз. Яғни оған ең қысқа маршрут береміз, оған тез қонуын, тез ұшуын қамтамасыз етуге приоритет беру арқылы соны қамтамасыз етеміз. Және де бізде білесіздер түрлі вертолеттар болады, түрлі жаңағындай
әскери ұшақтар болады деген сияқты біз солардың да Тараздың өзінде мысалы беспилотник дейді ғой, яғни адамсыз ұшатын сондай ұшқыштар бар. Солардың барлығына біз қызмет көрсетіп, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, яғни еліміздің қорғанысына да үлесімізді қосады екенбіз да. Сондықтан да болса керек бізде авиадиспетчерлер жаңағыдай әскерге алып кету деген нәрсе қозғалмайды да бізде. Себебі біз онсыз да еліміздің қорғанысына өзіміздің үлесімізді